Бүгін бізде тағы да Маритока. Және де бүгін бізде Кедей қыздың 4-ші сериясын түсіріп жатырмын. Ал бұл серияда Жасмин өзіне керекті заттар, яғни тиетін заттар алуға бараттаған. Осынша көп кітап деп қой, қорап шығады деп мүлдем ойламаппын. Бұлар өте ішім бәрі толы. Көп жіптер. Жауып қояйын. Ал енді мен барып апайдан сұрап келейінші. Апай, сұрағаныма ұялып жатырмын. Ұялып тұрмын, бірақ әрине сіз маған тігін машиналарыңызды біреуін беріп тұрасыз ба? Мен мына жерде өзіме керекті тоқыма жіптерімді келіп алдым. Мен енді өзім киімдер тігіп, сатып, жұмыс жасайын дегенім ғой. Аха, жарайды. Қазір беремін. Қыздар, кәнекей, мына стол мен тігін машинаны тасып жіберіңдер. Не үшін, апай? Не үшін деме? Жасмин өзі бір тігіп ашыпты. Соған көмек ретінде апарып осы апарамыз. Жарайды. Көтер. Мінекей. Ой, рахмет. Сізге көп рахмет. Арзымайды. Ал енді өзің жұмысыңды жақсы атқар. Жақсы бастап. Рахмет. Ал енді мен тоқымалармен тігіп бастайын. Тоқтай тұр. Мен бірінші қайшымды алайын. Екінші болмаса салайыншы. Бір қолымда жіпті алайын, не қып қояйын. Жасыл жіпті де қояйын. Ал енді бастайын. Осылайша ол табыстар табады, яғни ол қазірде бастап осындай нелер жасай береді, тігіп, ал қош сау болыңыздар.